Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен Назерке 3 ай демалыстан кейінгі ең алғашқы видеом қолдап қойыңыздар. Қазіргі таңдағы хит пирожнилар дайындайтын боламыз. Тегін мастер-класс кеттік. Ең бірінші медовый пирожнийін дайындаймыз. Ол үшін мед және сары май және бізге сода қажет болады. Ең бірінші мед осылай көпіршіп бастаған кезде ас содасын қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай ағарып біздің массамыз көпіршіп бастаған кезде сары майымызды қосып, тағы да жақсылап тұрып ерітіп аламыз. Бір шетке алып қойып, 2 жұмыртқамызға қантымызды қосып, блинчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырыңыздар. Миксердің қажеті жоқ, негізі миксерде пайдалансаңыздар болады. Без разница, екеуі де бірдей болып шыға береді. Араластырып болғаннан соң суып тұрған массамызды құйып, тағы да блинчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Илектен өткізілген ұнымызды қосамыз, бірден қоспаймыз, 3-4 бөлікке бөліп отыра қосыңыздар. Жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде керемет қамыр шығады, яғни қою да емес, сұйық та емес, қаймақ сияқты қамыр шығуы керек. Осылай ұнның бәрін бөліп салыңыздар, сонда арасы түйіршік болып қалмайды. Және пергамент қағазына немесе фольгаға төсеп алыңыздар және 4 бұрышты қылып формасын келтіріп орналастырып шығыңыздар. Немесе сіздер домалақ қылып жасасаңыздар да болады. Әркім өзінің қалауы, бірақ қамырының жасалу жолы дәл осы рецептпен жасаңыздар. Өте сондай жұмсақ, керемет қамыр шығады. 35-40 минутқа пешке салып толықтай пісіріп алыңыздар. Піскеннен соң толықтай суытып барып жасайтын боламыз. Әзірше пирожнийді пісіріп бір шетке алып қойыңыздар. Пісіп дайын болам дегенше екінші пирожнийді дайындаймыз. Бізде екінші пирожний красный бархат пирожнийі. Ең алдымен ұнымызға қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель пайдаланамыз. 10 грамм жеткілікті және менде осындай құрғақ бояғыш. Сіздерде қою бояғыш болса да қоса беріңіздер, ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен осындай құрғақ красительдан 2 штук пайдаландым. Бір штугын 60 теңгеден алдым. Қолжетімді баға, сондықтан алып көріңіздер. Осы 3 массаны жақсылап тұрып араластырып бір шетке қойып, бөлме температурасында тұрған сары майға қант салып жақсылап тұрып миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін 2 жұмыртқа қосамыз, бір-бірден жеке-жеке қосыңыздар, бәрін бірден қосып жүрмеңіздер. Осылай жеке алып, бірінші тағы миксерлеп аламыз. 2-3 минут өткеннен кейін миксерлеп болғаннан кейін екінші жұмыртқамызды алып тағы да миксерлейміз. Бірден қоспаңыздар, сонда жақсы сіңіп, жақсы араласатын болады. Ендігі кезекте ұнымызды осылай 3-4 бөлікке бөле отыра миксерлейтін боламыз. Лопатканың көмегімен де араластыруға болады. Осылай кезек-кезек алмастырып миксерлейміз. Барлық ұнды салып болғаннан соң жылы сүтімізді 2 бөлікке бөліп құйып араластырамыз. Неге бірінші бөлікті құйып миксерлейміз, екінші бөлікті толықтай құйып тағы да миксерлейміз. Бізде сондай бір қаймақ сияқты, бұныңкіде қаймақ сияқты қамыр шығады. Неге қамырдың қоюлығы осындай болады. Пергамент қағазына төсеп, дәл медовый пирожный сияқты пешке салып 30-35 минутта пісіріп алыңыздар. Ал кеттік 3-ші пирожнийімізді дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған сары майымызға Қазақстан шоколад, яғни темный шоколад пайдаланыңыздар. Қосып, екеуін толықтай ерітіп алыңыздар. Және де таза тысымызға 2 жұмыртқамызды қосып, қантымызды қосып, тағы да жақсылап тұрып миксерлейміз. Біздің осы жерде ең маңыздысы 2 масса жақсылап араласып, қантымыз еріп, дәл осындай әппақ болуы керек, сонда қамыр жақсы шығады. Еріп тұрған шоколадымызды құямыз. Толықтай барлығын суытып барып құйыңыздар, ыстықтай құюға болмайды. Көрсетілген грамм бойынша ұн, қамыр қопсытқыш және какао қосып 3 массаны араластырып, біздің массамызға қосатын боламыз. Бірден қоспаймыз, 2-3 бөлікке бөліп қосып миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Толықтай осылай барлығын араластырып алыңыздар. Бізде осындай қамыр шығады. Қарасаңыздар, қамырдың цветі сондай жылтырлап тұр. Себебі біздің қамырымыздың құрамында шоколад бар. Сол үшін пергамент қағазын төсеп, қамырымызды орналастырып, 4 бұрышты қылып жасап алыңыздар. Лопаткамен немесе дәл мен сияқты қасықпен жасасаңыздар да болады.
осылай орналастырып алыңыздар. Дәл басқа пирожнилар сияқты бұны да пешке салып пісіріп аламыз. Бірақ бұл пипай пирожный өте тез піседі, 15-20 минутта. Кремін дайындаймыз. Салқын творожный сырмен сахарный пудраны жақсылап тұрып миксерлейміз. Ары кеткенде 5 минут толық миксерлеп аламыз. Және де қыздар 33-35% сливки құямыз. Сливки салқын күйде болу керек. Шайқар алдында морозильникке 5 минутқа салып алыңыздар. Мінекей, мен дәл осы сливкиді пайдаланам. Өте керемет сливки, сондықтан осы түрінен алып пайдаланыңыздар. Шамамен ары кеткенде 1800 теңгелік сливки алыңыздар, ұзаққа жетеді. Мінекей, менде түбінде қалыпты, толықтай бәрін құйып, осы массамен араластырам. Ары кеткен кезде 10 минуттай араластырыңыздар. Көп араластырып жібермеңіздер. Креміміз іріп кетеді, көп араластыруға болмайды. Қою масса болған кезде миксерді тоқтатыңыздар. Көп миксерлесеңіздер, жаңа айтқанымдай іріп кетсе жарамсыз болып қалады. Осындай өзінің формасын ұстайтын крем болып шығады. Кондитерский пакетке толықтай салып алыңыздар. Банкеге немесе бокалға салсаңыздар, кремдеріңіз еш жерге жағылмай толық әдемі болып салынатын болады. Немесе қасықпен де жағуға болады. Бұл міндетті емес. Қараңыздар, біздің пісіп шыққан пирожниларымыз өте жұмсақ, толықтай суытып барып крем жағамыз. Мен осындай форма пайдаланам. Кішкентай түрін, үлкен түрінде пайдалансаңыздар болады. Осылай кезіп, тез-тез кесіп шығасыздар, домалақтап. Негізі қыздар, бұлай дәл менікі сияқты домалақ қып жасау шарт емес. Қонақ келген жағдайда, заказға жасаған жағдайда осылай ұсынсаңыздар да әдемі көрінеді. Мысалы, мен дастарханға қою үшін жасадым, сол себепті осылай тез-тез домалақ қып шықтым. Содан кейін барып қыздар, міндетті түрде домалақ емес, төртбұрышты қып жасасаңыздар да болады. Арасына крем жағып, дәл осы коржды екіге бөліп, крем жағып, төртбұрышты формада жасасаңыздар да әдемі үйлеседі. Бұның бәрі өздеріңіздің қалауларыңыз. Қалай жасасаңыздар да, қалай істесеңіздер де, ең бастысы сол дәм, сол пирожный, ешқандай өзгеріс жоқ. Мінекей осындай домалақ болып шығып, осылай ортасына кремін жағып, екінші бөлігін қоямыз. Екінші бөлігі сәл өзінің формасымен бірдей қып жасап алыңыздар, және шет-шетіне крем жағып, корждарын жағып шығасыздар майдалап. Блендермен ессеңіздер де, оқтауға салып ессеңіздер де болады, өздеріңіз білесіздер. Әсемдеу өзіңіздің қалауыңыз. Сіздермен болған Назерке. Мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да басқа тегін мастер-класстармен бөлісемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.